Сәлем достар, бүгін біз сіздермен керемет, әдемі, сәнді әшекей жасайтын боламыз. Ол әшекейдің атын тика деп атап жатады. Бізге ол үшін өте көп зат қажет емес. Біріншіден барқыт матасы қажет. Барқыт матасының енін 1,5 см, ұзындығын 20 см етіп алыңыздар. Бұдан 2 дана жасайсыздар. Және де бізге жіп қажет. Біз жіптен 3 метр жұмсайтын боламыз. Және де бізге әдемі моншақтар қажет, бусинкалар қажет. Біреусі 2 мм, ең кішкентайы, және де 6 мм. Енді осылармен жұмыс жасайтын боламыз. Бұның қалай жасалу керектігін сіздерге түсіндіріп өтейін. Біз мынау бағанағы кесіп алған барқыт матамызды осылай ортасынан бір бүктейміз. Міне бір қолдың көлемінде деп айтсақ болады. Және де осыған инені өткіземіз. Бір рет өткіземіз. Міне инемізді өткізіп алдық, жібімізді. Осы жерге біз 6 мм-лік бір бусинкамызды орналастырамыз. Міне. Және де 2 мм-лік ақ бусинкадан 12 штугын өткіземіз. Міне достар, мен бір рет 6 мм-лік бір бусинканы өткіздім. Одан соң 2 мм-лік бусинкадан 12 штугын өткіздім. Енді біз қайтадан 6 мм-лік бір бусинка өткіземіз. Содан кейін 12 штук 2 мм-лік бусинка өткізіп шығамыз. Осы әдісті 5 рет қайталаймыз. Осы жерден 5 рет жасағаннан кейін, осы жерден біздің 2 мм-лік бусинкамыздың 25 штугын өткізіп шығатын боламыз. Мына жерге 25 штук 2 мм-лік бусинканы өткіздік. Енді осы жерге біздің 6 мм-лік бусинкамызды қайтадан біреуін өткіземіз. Осыдан кейін мынау жаңағы жасаған әдісімізді қайтадан мына жаққа жасайтын боламыз. Яғни 12 штуктан 2 мм-лік кішкентай бусинкамызды өткізіп шығамыз. Әрбір 12 рет өткізгеннен кейін арасына мынандай үлкен 6 мм-лік бір бусинканы қойып шығатын боламыз. Ең соңында мына қызыл таспен аяқтайсыздар, яғни 6 мм-лік. Содан кейін біздің бағанағы екінші ақ барқыт матамыз бар ғой, сол матаны қайтадан тура осылай өткізесіздер. Енді келесіні жасауымыз үшін соның шамалы алысырақ аламыз. Инені орта жақтан осылай инені шығарып аламыз. Инені шығарып аласыздар осылай. Дәл жаңа мына жерде не жасадық, дәл соны осылай қайталап шығасыздар. Міне достар, екіншісін өткізіп болдық. Енді біз мынау жаңағы екінші барқыт матамызға қайтадан дәл жаңағыдай әдіспен мына жерден инемен өткізіп арғы бетіне шығаратын боламыз. Міне достар, мына жерге инемізді өткізіп осылай бір-біріне бекітеміз. Және де қайтадан бекітіп жүрсеңіздер болады. Ешқандай жылжымай, мықты болып тұру үшін. Осылай жасап аламыз. Содан кейін қайтадан мына жерден үшінші рет инемізді өткізетін боламыз. Міне. Осылай өткізгеннен кейін барлық әдісті жаңағыдай қайталап шығамыз. Міне достар, біз үшінші бөлікті жасап болдық. Жасап болғаннан кейін қайтадан мына бетке инемізді өткіземіз. Сөйтіп мына беттен қаттырақ бекітеміз. Сонымен біздің 3 қатар жұмысымыз бітті. Енді тағы да 1-2 жұмыс бар. Достар, біз 3 қатарды жасап болдық. Енді біз келесі жұмысқа өтеміз. Ол үшін қайтадан ең баста біз өткізген жерден инені өткіземіз. Инемізді өткізіп аламыз. Содан кейін мынау барлық бусинкалардан қайтадан инемізбен жібімізді өткізіп шығамыз. Осы өткізген жібімізді осылай өткіземіз. Жай қарапайым әдіспен. Осы өткізген жібімізді бағана біз 25 штук алдық қой ортасына. Дәл сол ортасына әкеліп қоямыз. 12 штуктан кейін біз өзіміздің жұмысымызды тоқтатамыз. Моншақтан осы жерге енді қайтадан 10 штук 2 мм-лік кішкентай моншақты өткізіп шығатын боламыз. Мына жерден 10 штук 2 мм-лік моншағымызды өткізіп алдық.
Осыдан соң енді екінші қатардағы моншақтарды санаймыз. 12 міне. 12-ші моншаққа өткіземіз, осылай инемізді шығарамыз. Міне. Сол кезде былай болады бізде. Содан кейін жерден қайтадан 10 штук 2 мм-лік моншақта қайтадан өткізіп шығамыз. Міне достар, екінші рет 10 моншақты өткіздік, 10 штук моншақты өткіздік. Енді үшінші қатардан санап аламыз. Міне осы жерге қойып бекітеміз. Міне. Сол кезде бізде осылай шығады. Моншақтарыңыз қата тұру үшін мынау инемен жіп сабақтап алып, қайтадан барлығын бір-бір тігіп шықсаңыздар болады. Яғни инемен барлығын өткізіп, мына жаққа бекітіп шығасыздар. Содан кейін айтып өтетін жайт, ең соңында мынау екі барқыт матамызды былай қайырып тігіп тастайсыздар. Осымен біздің тика дайын.